Атырау облысындағы шулы қылмыстық іс бойынша күдікті деп танылған Сұлтан Сәрсемәлиевтің әкесі алғаш рет мәлімдеме жасады. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Қазақ Айран басылымының тілшісі Айдана Мейрамбай қызы Жангелдин ауылына барып, күдіктінің отбасымен кездесіп қайтқан. Сұхбат барысында Самиғолла Сәрсемәліұлы ұлына қатысты айтылып жатқан айыптаулар мен қоғамдағы теріс пікірлерге наразылығын білдірді. Әкесінің пайымдауынша, әлеуметтік желілерде Сұлтанды кінәлі етіп көрсетуге тырысатын түрлі жорамалдар шектен тыс көбейіп кеткен. Қазір телефонды ашып қалсаңыз, стрелканың бәрін бір жаққа бұрып қойып, менің балама қатысты адамдардың айтпаған сөзі қалмады. Күйеу баласы жасаған, анау мынау деп жатыр. Шынымды айтсам, мұны Сұлтан жасайды деген үш ұйықтасам түсіме кірмейді. Ол жасамағанына 100% сенемін. Қой бауыздау білмейтін кісі, соған дәті бармайтын адам мұндайға қалай барады деп ойлаймын. Бұл деген кәсіби маньяктың жасайтын ісі ғой. Өлтіріп, көміп, ізін жасыру деген. Ол марқұмдарға өшпенді болатын көшедегі кісі емес, туған ата-енесі. Мысалы, қасында әйелі жүр. Осыдан кейін айтылып жатқан әңгімелерге қалай сенесің? Оның үстіне мен оның әкесі болсам, тіпті төбеден түскендей айтатын сөзде жоқ. Алып бара жатқан тентектік, қояншықтығы жоқ. Бұлай жуас. Көп адаммен шүйіркелесіп сөйлеспейді де. Қазан айында соңғы рет сөйлескенімде қалаға кетті келінді алып. Келін ауырады, емдету керек. Ана жақта жақын ғой, енді денсаулығын қарайтын. Жұмыс сол. Қалада әр жерде күзетші болып істейді ғой. Уақытша 1 ай ма, 2 ай ма. Алдыңғы жылдар бір жерде жасап жүрді, деді әкесі. Қадірлі көрермендер, бұл жағдайдың қаншалықты ауыр екенін ең алдымен екі жақтың да туыстары сезініп отыр деп ойлаймын. Әкенің баласын қорғап, оған сенуі кез келген ата-анаға тән табиғи сезім. Әлеуметтік желіде түрлі болжам, қауесет көп айтылып жатқанын да түсінуге болады. Себебі қоғам мұндай қылмыстарға бейжай қарай алмайды. Бірақ сол сөздердің бәрі дәлел емес екенін де ұмытпауымыз керек. Әкенің айтқандары оның өзінің көзқарасы, өз баласына деген сенімі. Бұл да адамдық тұрғыдан түсінікті, оны сөкпеу керек. Дегенмен шындықты эмоция емес, тергеу мен сот анықтауы тиіс. Қазір ең дұрысы асығыс қорытынды жасамай, ресми ақпаратқа сүйену. Кінәлі болса заң алдында жауап беруі керек. Кінәсіз болса ақталуы тиіс. Қоғам үшін де маңыздысы әділдік пен ашықтық. Бұндай ауыр істерде біреуді алдын ала айыптау да, ақтап алу да дұрыс емес. Барлығына сабыр керек. Ал ақиқатты уақыт пен заң көрсетеді.